Адамдар жердегі өмірдің көп бөлігін ұйықтайды. Осы уақыт ішінде көпшілігімізге адам санасына тәуелді емес армандар келеді. Осы себепті біз әрқашан өзіміз қалаған нәрсені бақылай бермейміз. Алланың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай деді: армандардың үш түрі бар. Пайғамбарлық түс, Алла тағаланың берген ізгі хабары. Шайтанның арманы, ол адамдарды қынжылтады. Арманның үшінші түрі, адамның өзімен қарым-қатынасы. Ибрахим Қананды құтубаға берді, Сита 17,10 бөлшек 513. Сондай ақ бақсылықтың құрбаны болғаныңыз туралы ақпаратты қамтитын армандар да бар. Өйткені бақсылық бұл шындық және оған сену керек. Алла тағала мағыналық аударманы айтты. Олар өздеріне зиян келтіретін және пайда әкелмейтін нәрселерді үйретті. Олар оны сатып алған адамның мәңгілік өмірде үлесі жоқ екенін білді. Бақара сүресі 102 аят. Біз көрген бірнеше армандарды тізіп береміз. Бұл адам өзінің бақсылықпен бетпе-бет келгенін білетін болады. Бірінші, ит немесе шошқа. Әсіресе, егер ит қара болса, бұл бақсылықтың айқын белгісі. Алланың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай деді: қара ит шайтан. Хадисті мұсылман 510 нөміріне жеткізді. Екінші, түсіндегі удың бейнесі де бақсылық туралы айтады. Және одан қорғану үшін пайғамбар оған сәлем беріп, былай деді: кімде-кім таңертең аш қарынға 7 мединалық аджва құрмасын жесе, ол сол күні бақсылықпен уланудан сақталады. Оны бақсылық та, у да алмайды. Хадисті Бұхариге 5445 нөмірімен, мұсылманға 2047 нөмірімен жеткізген. Үшінші, жылан. Өйткені ол жынмен байланысты болуы мүмкін. Әбу Сайбтың бір күні үйіне Әбу Сайд әл-Худраға барғаны, Алла оған разы болсын, дұға етіп жатқанын көргені туралы сөздері айтылады. Ол: мен отырдым да, оның намазын аяқтауын күте бастадым. Кенет бір сыбдыр естідім, деді. Үйдің бүйіріндегі құрғақ пальма ағашының бұтақтарында. Мен бұрылып қарасам, жылан бар екен. Мен оны өлтіремін деп секірдім. Бірақ ол маған қолымен белгі берді. Мен отырайын деп отырдым. Намазын оқып болған соң, ол маған бір үйді көрсетіп: мына үйді көріп тұрсың ба деп сұрады. Мен иә деп жауап бердім. Ол былай деді: оның ішінде біздің арамызда жақында ғана тұрмысқа шыққан бір жігіт бар еді. Біз елшімен бірге шықтық. Алла разы болсын, қаладан сәлем берсін. Біз арықтағы шайқасқа дайындалдық. Ал бұл жігіт күн сайын түсте елшіден қайыр сұрады. Алланың сәлемі болсын, әйеліне барды. Осындай күндердің бірінде ол пайғамбардан тағы бір рет бас тартқан кезде, Алла оған батасын беріп, сәлемін қабыл етсін. Ол оған: қару жарағыңды өзіңмен бірге алып жүр. Өйткені мен сенің Бану Құрайза тайпасымен кездесуіңнен қорқамын, деді. Жас жігіт қаруын алып үйіне қайтты. Есік алдында тұрған әйелін көріп, қызғаныштан оны найзасымен шаншуға дайындалып жатыр. Бірақ ол оған: найзаңды ұста, үйге кір, мені не шығарғанын көр, деді. Ол ішке кіріп, төсекте жатқан үлкен жыланды көрді. Ол оған найзасын лақтырып, оны тесіп өтті. Содан кейін ол шығып, найзасын үйдің қабырғасына қадады. Содан кейін жылан оның үстіне құлады. Ал олардың қайсысы бұрын өлгені белгісіз, жылан ба, әлде жас жігіт пе? Біз Алланың елшісіне келіп, оған сәлем жолдадық, және оған не болғанын айтқаннан кейін Алладан оны біз үшін тірілтуін сұра, дедік. Және ол: Алладан досыңды кешіруін сұра, деп жауап берді. Шынында да, Мединада исламды қабылдаған жындар бар. Егер олардың біреуін жылан кейпінде көрсеңдер, 3 күн ішінде үйіңнен кетуін сұраңдар. Ал егер осыдан кейін жылан қайта пайда болса, оны өлтіріңдер, өйткені бұл шайтан. Хадисті 2236 нөмірлі Ахмад Муслим Әбуге жеткізген. Удауд нөмірі 5257. Төртінші, түсіндегі жазаның бейнесі бақсылықпен де байланысты болуы мүмкін. Алла тағала мағыналық аударманы былай деді: ол рабысына бет бұрды. Шайтан мені ренжітті, азаптады. Бақ сүресі 41 аят. Бесінші, түннің немесе қараңғылықтың бейнесі. Алла тағала түннің зұлымдығы келгенде оның мағыналық аудармасын айтты. Фәлақ сүресі 3 аят. Ибн Аббас
Алла оған разы болсын, түсініктеме берді. Түн туралы бөлек айтылады. Өйткені бұл уақытта зұлым жаратылыстардың барлық түрлері әрекет етеді. Жындар, шайтандар, жыртқышаңдар, зиянды жәндіктер және бауырымен жорғалаушылар. Сондай-ақ қара магия дәл осы уақытта жасалады және күшейе түседі. 6. Түйіндердің бейнесі де сиқырды көрсетеді. Алла тағала зұлымдардың зұлымдықтарынан түйіндерге мағыналық аударманы айтты. Фәлақ сүресі 4 аят. Сиқыршылар жиі арқанға түйін байлайтын. Сиқырлы сиқырларды айтып, оларға үрлеп. Бұл аят біз қазір айтатын оқиғаны көрсетеді. Имам Ахмадтың Муснодында бір Яхуди пайғамбарға қарсы сиқыр жасап, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын деген айтылады. Ол ауырып қалды. Жәбірейіл періште оған тыныштық келіп, бұл кісінің шашынан түйін жасап, құдыққа лақтырып сиқырлағанын айтты. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Содан кейін құдықтан шаштарын алу үшін бірнеше серіктерін жіберді. Ол Джибрилге әлемді оған бағыттады. Алланың елшісі оған Алланың сәлемі болсын. Түйіндерін шешіп, содан кейін сауығып кетті. Джибрил оған бұл кісінің есімін айтты. Бірақ пайғамбардың мейірімді және мейірімді мінезі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Оның жеке реніштері үшін кек алуына жол бермеді. Сондықтан ол бұл қылмыскерді білетінін ешбір жолмен көрсетпеді. Және 200 болған бұл адамды кездестіргенде, оның асыл жүзіне реніштің көлеңкесі де көрінбеді. Пайғамбардың қауымына жиі баратынмын. Алла разы болсын, сәлемі болсын. 7. Бақсылық бұл құдық. Өйткені бақсылар сиқырлық затын адамдар көре алмайтын жерге лақтырады. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Былай деді: «Әй, Айша, менің өтінішіме Алланың жауап бергенін білесің бе? Маған адам кейпіндегі 2 періште келді. Олардың бірі менің басыма отырды, ал екіншісі менің аяғыма отырды. Менің басымда отырған адам екіншісіне: бұл адамға не болды? Екіншісі: ол сиқырланған, деп жауап берді. Біріншісі: оны кім сиқырлады? Екіншісі: Лабид ибн Асам, деп жауап берді. Ол Бану Зурайк тайпасының адамы, Яхудилердің жақтаушысы және 200-ді. Біріншісі: неге оны сиқырлады? деп сұрады. Екіншісі: тарақ пен тарақтың шашын пайдалан, деп жауап берді. Біріншісі одан: мұның бәрі қайда? деп сұрады. Деп жауап берді. Екіншісі: құрма ағашының кептірілген қабығында, Зарван деп аталатын құдықтағы тастың астында. Айша, Алла разы болсын, деді де, оны сол жерден шығару үшін құдыққа барды. Сосын айтты: мынау мен көрген құдық. Оның суы қынаға малынғандай, алақандары жын перілердің басындай болды. Және ол ондағыны алып тастады. Фәлақ сүресінің таусирі. Харут пен Марут періштелерінің көрінісі. Құранда мағыналық аудармасы айтылған. Сондай-ақ Яхудилер Вавилондағы 2 періштеге, Харут пен Марутқа жіберілмеген нәрсені ұстанды. Бірақ екеуі де: біз азғырудамыз, бірақ сенбейтін болма, деп ешкімді үйреткен жоқ. Бақара сүресі 102 аят. Яғни, бұл 2 періште бақсылыққа үйреткенге дейін адамдарға үнемі ескертіп келген. Саған айтатынымыз Алланың сынағы. Осының бәрін өзгелерге зиян келтіру үшін пайдаланбаңдар және сол себепті кәпір болмаңдар. Мұны адамдардан қайғы, қасіретті алып тастау үшін үйренген адам құтқарылды. Ал оны адамдарға зиян келтіру үшін зерттеген адам өліп, адасып кетті. Сафат ат-Тафсир 1/8080 бір маңызды ескерту. Егер адам түсінде жоғарыда айтылғандардың барлығын қайта-қайта көрсе, онда бұл бақсылықтың, қызғаныштың немесе біреудің оған зиян тигізгісі келетінінің белгісі болуы мүмкін. Ал егер мұсылман мұндай арманы бір рет көрген болса, онда бұл бейненің мағынасы мүлде басқаша болуы мүмкін. Ал Алла тағала жақсырақ біледі. Алла тағала бізді барлық жамандықтан қорғап, күнәларымызды кешірсін.